Сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар. Табиғатты пайдаланудың құқықтық негіздері пәні бойынша сабақтың бүгінгі тақырыбы курстық жұмыстың жалпы ережелері. Курстық жұмыстың мақсаты мамандық бойынша теориялық білімнің ауқымдылығы, қорытындылығы және жүйелілігін кеңейтіп бекіту, нақты зерттеулер кезінде қолдана білу, ғылыми, оның ішінде сынды пікірлерді дамыту, кәсіптік міндеттерді шешу үшін теориялық білімді шығармашылық тұрғыда қолдана білуді меңгеру, өзіндік жұмыстарды жүргізу тәжірибесін алу және даярланып жатқан курстық жұмыс мәселесін шешу кезінде зерттеу әдістемелерін меңгеру, студенттің кәсіптік саладағы өзіндік жұмысты жүргізуге даярлық деңгейін айқындау, болашақ мамандардың ғылыми зерттеу жұмыстарына деген қызығушылығын ынталандыру. Курстық жұмыстың тақырыбын таңдау және бекіту. Курстық жұмыстың тақырыбын таңдау кезінде студент курстық жұмысты жазу мен қорғаудың негізгі мақсаты зерттелетін мәселелерді шешу бойынша теориялық білімнің, дағдылардың, шеберліктің тәжірибеде жүзеге асырылуын көрсету екендігін ұғыну қажет. Курстық жұмыстың тақырыбын студент берілген пән бойынша бекітілген тақырыптардың тізімінен таңдайды. Бір топта немесе курста оқитын екі немесе одан да көп студенттерге бірдей тақырыпта курстық жұмысты орындауға рұқсат етілмейді. Курстық жұмыстың рәсімделу талабы. Курстық жұмыстың мәтіндік және таңбалық бөлімнің беттері А4 форматына сәйкес болу қажет. Курстық жұмыс компьютер мен принтерді қолдану арқылы баспа әдісімен А4 форматындағы ақ қағаз бетінің бір жағында шегі, рамка салынбай орындалу тиіс. Шрифт кәдімгі Кегел 14, Times New Roman түрінде болу қажет. Курстық жұмыстың мәтінін келесі өлшемдерде ескере отырып басу керек. Сол жағы 30 мм-ден кем емес, оң жағы 10 мм-ден кем емес, үстіңгі жағы 20 мм-ден кем емес, астыңғы жағы 25 мм-ден кем емес. Курстық жұмыстың көлемі 25 беттен аз болмауы керек. Курстық жұмыстың құрылымдық элементтеріне титульдік бет, мазмұны, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, пайдаланған әдебиеттер тізімі, қосымша кіреді. Курстық жұмыстың мазмұнын құрастыру тәртібі. Курстық жұмыстың мазмұны белгілі бір тәртіпте құрастырылған құрама бөліктерінен, кіріспе, тараулар, қорытынды және тағы басқа және жұмыста ашылуға тиіс негізгі мәселелерден тұрады. Уақытында және дұрыс құрастырылған жоспар ұйымдастырушы фактор болып табылады. Бұл ақпарат көздерін, тәжірибе материалдарын дұрыс жинауға, курстық жұмыс материалдарының кезектілігі бойынша мазмұндауға мүмкіндік береді. Сондықтан да жоспарды құрастыруға студент көп көңіл бөлуі қажет. Жасалған мазмұнның жобасын студент оқытушының танысуына ұсынады. Оқытушы қажет болған жағдайда жоспарға түзетулер енгізуі мүмкін. Титульдік бет жұмыстың бірінші беті. Титульдік бетте келесі мәліметтер болу қажет. Оқу орнының атауы, студенттің тегі, аты жөні, тобы, оқытушының тегі мен инициалдары, курстық жұмыстың атауы, жұмыс орындалған аймақ және орындалу мерзімі жылы. Кіріспеде таңдалған тақырыптың өзектілігі, мақсаты, зерттеудің пәні және объектісі, зерттеудің әдістемелік негізі, курстық жұмыстың құрылымы көрсетіледі. Кіріспе 1-2 бетте қысқаша түрде болу қажет. Курстық жұмыстың негізгі бөлімі. Теориялық бөлімінде зерттеудің теориялық алғышарттары суреттеледі. Мәселеге қатысты ғылыми дерекке қысқаша шолу жасалады. Жұмыста қолданылатын терминдерге анықтама беріледі. Қорытындыда жұмыс қорытылады, тиісті тұжырымдамалар жасалады, жұмыстың тәжірибелік және теориялық маңыздылығы дәлелденеді, мәселені ары қарай зерттеу белгіленеді. Пайдаланған әдебиеттер тізімі студенттің қарастырылып отырған негізгі ғылыми теориялық жұмысымен қаншалықты кең көлемде танысқандығын куәландыруы керек. Қосымшада курстық жұмыстың негізгі мазмұнын толықтыратын материал көрсетіледі. Қосымшалар жеке парақтарда
рәсімделеді және бас әріптермен белгіленеді. Нысаны бойынша қосымша мәтіндер, кестелер, графиктер, суреттер және тағы басқа түрінде берілуі мүмкін. Курстық жұмысты қорғау тәртібі және оны бағалау. Курстық жұмысты қорғаудың мақсаты болып, білім алушының жұмыстың тақырыбын ашу деңгейін, мәселені зерттеудің өздігінен жүргізілуі мен тереңдігін, түйіндер мен ұсыныстардың негізділігін анықтау болып табылады. Курстық жұмысты қорғауға студент мұқият дайын болу керек. Студент қажетінше иллюстрациялық материалдар, кестелер, сызбанұсқалар, диаграммалар және тағы басқа дайындайды. Жеке қағаз бетінде курстық жұмыста мазмұндалған теориялық және тәжірибелер маңызы бар жұмыстың ерекше мәнді ережелерін мазмұндайды. Курстық жұмысты қорғау кезінде студент курстық жұмыстың мақсаты мен міндеттерін қысқаша, айқын әрі нақты сипаттайды. Оның маңызды ережелерін мазмұндайды, өзінің жасаған түйіндері мен ұсыныстарын талдайды, яғни дәлелдейді. Басқаша айтқанда, курстық жұмысты қорғау барысында студент курстық жұмысты жазу кезінде өздігінен зерттеу арқылы алынған нәтижелерді ауызша дәлелдеуі қажет. Студентке оқытушы мен қорғаушы қатысушы кез келген адам сұрақтар қоюы мүмкін. Қойылған сұрақтарға студент қысқа, бірақ дәл жауап беруі керек. Курстық жұмысты қорғаудың нәтижесін оқытушы өте жақсы, қанағаттанарлық, қанағаттанарлықсыз деп бағалайды. 10 бағалар өте жақсы, қанағаттанарлық. Оқу пәні бойынша сынақ ведомосіне және студенттің сынақ кітапшасына қойылады. Курстық жұмыс бойынша қойылған баға студентке қорғаудан кейін бірден жарияланады. Курстық жұмысты қорғағаннан кейін 10 бағаны жоғарылату мақсатында қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. Құрметті студенттер, сіздер жіберген тапсырма бағалау критерийлері арқылы бағаланып отырады. Лекция және бейнесабақ бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Орындалған тапсырмаларды Платонус платформасына жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.